Бүгін Қытайдан келген товарларды распаковать етеміз. Бисмилла деп. Ал сіздер пока что лайк қойып, подписка жасап қойыңыздар. Осы упаковкасы маған $6 түсіп еді. Упаковка негізі жасамай қойғанда дұрыс сияқты. Смотрите, қандай зат аласыздар. Мына жерде бізде айна тұр. Бұның упаковкасы $10 түсті. Ол деген 4700 ба, солай ғой примерно. Бірақ осы екі заттың алып келу 60.000-ға шықты ғой. 64.000-дан. Қазір көрсететін боламын. Ашытсайын жатарса. Ал коробкамыздың ішінде не деп ойлайсыздар? Әрине, коробканың ішінде коробкалар. Бұлардың ішінде әрбіреуінде мысалы осылай тура заказ бере салуға болады, упаковка жасамай. Өйткені бұның ішінде мінекей өздерінің упаковкалары бар. Упаковканың ішінде упаковка. Ал енді мынау зат бұл штатив. Енді сіздерге жақсылап видео көрмаңа жасын. Штатив хоба. Мұндай кнопкасымен қазір және мұндай өйтіні бар, салатыны бар. Бір жақтарға барсаң, опа, қазір паузаға қойып, енді штативпен түсірім. Уровені бар екен мына жерде. Қалай қою керек екен, мына жағында уровені бар. Әдемі. Қазір қалған товарларды да көрсетім. Менде енді мұндай кнопка бар. Өзім түсіре бере аламын. Бұл кнопканы қойып қойып. Енді мінекей осындай бір зат бар. Бұл зат болады қандай екенін не деп ойлайсыздар? Комментария жазып кетіңіздер. Түрлі ойламаған заттарыңыз бар. Ешқашан көрмеген заттарыңыз да бар осы жерде. Точно білемін. Өйткені бізде білмеймін, ондай Қазақстанда көп қолданып қойған. Мынау ух ты. Бұл бізде мына жер бір визиткаларын тауып жетті өздерінің. Бұл деген бізде не қоятын ваннаға. Қойыма сосын разберемся. Бұл ваннаға мұндай комплекттер бар. Так, ары қартай. Мынау бізде жұмсақ бірдеңе. Не деп ойлайсыздар? Мен ойлаймын, бұл деген коврик деп ойлаймын. Андай фитнесқа арналған ковриктар бар ма? Сондай деп ойлаймын. Мінекей, дәл өзі коврик. Бұлардың бағасын менде салып кетіп отырамын осындай. Әрбіреу қанша қалғанымды. Бірақ ұмытпаңыздар, арзан екен деп прямо алдан. Мынау осы және айнаның доставкасы менде 60.000-ға шықты. Сол. Қазір тағы да әртүрлі көптеген нәрсе бар. Мынау білмеймін екен. Бұл деген
Бұл деген шәпке, шапка. Мысалы, осындай нәрселерге шапка ма мынау? Шарф, походу, который шапка надо Наверное, ведь шарф клатчар. Мы же екеуі заказывали, біреуін бежевый, біреуін черный. Әйтеуір шарф па, бірдеңе қарасы бар. О, мынаның упаковкасы мінекей. Ерекше әдемі. Әйелім екен бергенбіз ғой. Ол өзіне. Мынау мінекей жабық тұр как раз. Мінекей осылай тұрады. Флисовый нәрселерді ұнатамын осындай. И мынаны былай тық деп шеше қоясыздар. Жақсы екен, ыңғайлы негізі. Бұдан да басқа. Мынау не нәрсе деп отырсыздар. Мә, ұзаққа созылайын деп тұр видео по видео. Бұнда мен білмеймін, кім өйткені бұнда әйелінің де заттары бар, өзімнің заттарым бар. Біреулер тоже айтқан, мына деген, бұл деген, одноразовый андай, многоразовый подвижник сияқты заттар ғой. Осындай заказ берген. Біреуін ашып көрейік. Мына деген жұп-жұқа екен ғой. Андай балаға кигізіп қоюға болады. Нормально сияқты енді. Матасы как мата, жақсы. Бірақ мен ойлағанмын, ол кәдімгідей үлкен болады шығар деп. Сіңдіріп алған. Мына жерде мәрлі ғой былай айтқанда. Мынандай жерінде мәрлі. Мына жағы обычный ткань. Қосқан ғой. Неше? 5 слойдай мәрлі бар мына жерде. Нормально. Бағасына бұның примерно 500 теңге ме, сондай болды біреуі. Енді ендігісі таңдап атқан жоқ, қайсы келеді соны таңдап атқанда. Бұл деген не бар? Шында қандай ғой? Иә. Бұны білмеймін. Обычный. Қатты керемет несі жоқ. Бірақ бағасы қымбат болмады. Мына жерде бір зат бар екен. Кішкентай ақ өзі. Не зат екен? Мына деген бір қызық зат сияқты ғой. Коробкасын. Мұндай бір дүниелер бар. Шу. Одан кейін. Мына бір. Коробка ма? Мына точно әйелім берген один. Мен өйткені бұндай нәрсені есімде жоқ берген заказға. Ух ты, мынау. Не екенін білмеймін. Мындай бір. Түсінбеймін. Білмеймін, оны мен берген жоқпын заказ. Не екенін да білмеймін. Битикті ішіне салайық. Может, біреу тапсырып берген шығар, осылай заказ беріп берші деп әйеліне. Битикті қайып қойып. Аманатқа қиянат жасамақ. Ашып тағын дейін айтады дейді, ашып қолданып. Тағы мынандай кішкентай бір зат бар. Бұл зат если мынау деген микрофон. Бұл микрофон
Енді қазір осы микрофонын мен түсіріп көрейін видеоны. Заказ бергенмін ғой. Мындай қазір видеоның сразу качествосын көрейік. Түсіріп тастайық. Давайте, тоқтата тұрайын пока что. Мындай кнопка бар ғой. Ал, мына кнопка тамаша болды. Микрофон жақсы естілетін сияқты бар ғой. Микрофоннан. Енді сіздер өз бағаларыңызды берерсіздер. Қалай екенін. Мінекей тағы да бір зат. Бұл зат. Носки. Жақсы екен, мұндай нелер бар. Фып деп сала қояды. Аша қояды. Әдемі носкилер. Мұндай. Мұның несі өте жақсы. Качествосы қытайский деп айтады ғой. Қытайдың да Қытайы бар дейді. Жігіттің де жігіті бар дейді ғой. Мұндай матасы жақсы. Бірақ мынау кішкене былай аяққа кеңдеу тұрады ау деймін. Мынау білмеймін, менің размерім емес походу. Маған емес сияқты ғой. Или созылады ғой, бірақ та носки деген. Жарайды, келесі бар. Коробкаларды алып шығайықшы. Коробкаларда күшті нәрсе болып отыр. Мынау енді мынау заттарға кетті деп біраз нетіп едім, ойлап едім. Мынау масқара ғой, жалақым жарты кетті мұнда деп. Сол үшін еді. Болмаса лайк басып бір көңілімді сонымен алайын. Мынау ванныйға ғой, ванныйға. Бізде осы ремонт біткеннен бері әлі до конца алған жоқпыз заттарды. Мынау ванныйға қойылады. Бүйтіп. Так. Осылай қойылады. Или былай қойылады. Осылай қойылады, я. Мына жерге. Бұл деген бүйтеді ғой. Осылай қойылады. Қойылғаннан кейін мына жерде мына стакандар тұрады. Стаканмен ауыз шаяды ғой енді. Өйткені бұл үнемдейді да суды. Судың да сұрауы бар демек. Бізде білмеймін, бірақ Қазақстанда ешкім өйтіп мынандай стакан қойып қояды, ешкім жүрмейді ғой. Но вообще негізі осылай тұрады. Түптеп стенасында тұрады. Мына жерге зубный паста қойып қояды. И мына жерде өзі несі бар. Бүйтіп алып щеткаң мына ілініп тұрады ғой, былай мына жерде ілініп тұрады. Ал осы жерге 4 щетка ілінеді. 2 щетка бүйтіп қойып қоясың. И сол кезде енді щеткаңда таза тұрады өйткені. Жақсырақ та. И мына щеткаңды аласың. Мына зубный паста тұратын жерге былай басқан кезде өзі андай бізді былай көп саламыз ғой. Бұл да бір үнемділіктің бір түрі ғой. Және мына жерге мінекей андай бір мелочевка бірдеңе. Білмеймін, не салып қойып, зубной нить салып қойып болады. Мына жерге мысалы шампунь ба или қырынатын болсаң, бритвалар сондай нәрселерді салып қойып болады. Негізі жақсы нәрсе екен. Қосып қояды. Мынаны енді білмеймін, двойной скотч. Типа скотчпен алып клейленеді да, бүйтіп просто қоя салады. Вообще даже тесудің да қажеті жоқ қой. Тамаша ғой. Если что, осындай нәрселерді заказ беріп бере аламын. Астана қаласында өзім әкеп бере аламын даже. Доставкасына. Так, мынау қатты көрейік. Бәрі мен айнаның историясын айтып бергім келіп отыр. Айнаның историясын. Сосын айтамын. Мынау не деп ойлайсыздар? Мынаны вот таба алмайсыздар. Не екенін айттым ғой.
сіздер көрмеген нәрсе болады деп. Мінекей. Мынау мысалы. Бұл жарайды, допустим, жарайды, бәріңіз білесіздер қайшы екен. Ненің қайшысы? Бұл деген искусственное осеменение жасар кезде пайет деген нәрсе болатын мындай. Ұрықтар салынған мындай бір труба. Сол трубаны салады да осылай ішінен. Ол енді пластмассовый. Сол үшін кесілетін шығар, мынаның настройкасын жасау керек походу. Кеспейді. Пластмасты кесіп тастайтын шығар енді. Сол мынау да сондай нәрсе. Бұл енді жай сондаймен айналыспайтын адамдарға әрине қызықсыз, но айналысатын адамға қызық, қолғайлы болатын екен. Мынау мінекей. Мына жерде өз тесіктері бар, арнайы. Кішкентай ғана тесігі бар. Содан өткізеді. Хыжық деп кесіп тастайды. Өзінің как раз арнайы несі бар. Ұзындығы сондай ғой. Мұнамен вообще жақсы екен. И ашып ішіндегі лезвиясын ауыстырып отырса да болады. Мына жерде бұл дополнительный лезвиясы бар екен. Өзінің. Айтады ғой, Қытай деп. Бірақ Қытайдың осы нәрселерді ойлап таппаса да енді. Бәлкім ойлап тапқанда шығар. Ойлап таппаса да бізге қол жетімді қылып беріп жатыр ғой. Өйткені мынандай мысалы, білмеймін, Францияда бірдеңе істеп шығарған шығар, тапқан. Бірақ олардың бағалары нормальный болып кетеді. А мынау мен білмеймін, бір екеуін 3 теңге ме солай шыққан шығар. Жақсы нәрсе. Так, мынау бұл білмеймін, бір киім болу керек. Иә, бұл киім. Бұл күрте. Бұл күрте точно менікі емес. Сондықтан беріп жүрем сразу. Пока деп. Мынау тоже походу киім шығар. Розовый. Киім емес, бұл деген біздің Ахмет Батырдың басына қоятын жастығы ғой. Мындай. Жұп-жұмсақ мынау бар ғой. Кәдімгідей жұп-жұмсақ қой мындай. Бала жатса жататындай екен мынада. Күшті жастық екен. Так, қолым шаң. Сондықтан көп. Мына жерде өз бастың формасы бар. Былай бүккен кезде де бастың формасын сразу алады. Сондықтан тоже лайк. Негізі. Ал мұнда не табар деп ойлайсыңдар? Бұл жерде бізде фен. Мұндай фен алған бізді. Тарағы бар екен комплекте, подаркасы. Тағы да бір насадкалар бар. Насадкалары дейміз, насадкасы бар екен. Істейме екен. Қазір бір дырылдатып жеріп көрейік. Бірден не отходя от кассы. Ой, бір минусы, блин, қоя алмайды екенмін ғой. Мен мынандай. Бірақ бізде ар жақта как раз не барды. Осындайға переходник барды. Жақсы ол жарайды, қазір тексерем. Оны қоя тұрайын. Әзірге. Вот. Мынау не екенін білмеймін. Не деп ойлайсыздар? Коробкадағы заттар күшті екен. Коробкадағы заттар күшті болады. Мә саған коробкадағы заттар күшті болады деп мен коробкасын тастадым.
Тем более еще мынау біздікі емес. Точно. Біздікі емес. Біздің заказ емес. Жарайды. Мына әйелдің бөлесінің заказы. Қойып қойық. Бірақ ренжімейсің енді жұртқаннан кейін до конца бүйтіп халыққа көрсете салайық. Мындай ішінде модный деймін. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Примерно қандай екен бағасын тоже жазып кетем. Описаниясына или скриншот қойып кетем. Так, мынау да бір коробка. Былай қарасаң аяқ киім сияқты ғой. Өйткені мен өзіме де бір аяқ киім берген болатын. Бірақ мынау білмеймін кішірек сияқты. Менің аяғыма сай келмейді. Мынау бұл деген аяқ киім, бірақ маған емес. Мынау қысқыға деп берілген ғой. Бірақ білмеймін, Қытайдың қыс туралы понятиялары, түсініктері басқаша сияқты ғой. Біздің Астананың қысына білмеймін мына. Бұлай торговый центрдің ішінде жүруге немесе жай былай үйдің қасына магазинға барып келуге сондайға болмаса білмеймін, мен мұндаймен алыс жолға аттанбас едім. Мен қазір сіздерге алыс жолға аттанатын қысқыға бір киім бар да, соны бір жолы алып оны жайт соңында көрістім. Үлкен өте керемет бір зат бар да. Қазір мынау зат бізде оба! Мұндай пакетиктер болған күшті бар, а? Вот, мынау мінекей носкилер. Нормальный носкилер, как раз күзде киюге, жазғыға ыстық, қысқыға. Қыста да кие берсе болады, вот маған точно. Деп өзім ойлаймын. Сосын қарайым, біраз өтіп қатты ғой, бір 20 күн ба, бір айдай точно өтті ғой. И мен сол үшін уже есімде жоқ қайсысында екенін. Так. Бүйтіп отырып алып осыны мынау зат спортивка. Жаңағы қоңыр ма, жасыл аяқ киім бе, соны киіп көрді. Дәл келіпті размерлері. Мынау мінекей. Білмеймін, бір спортивка. Жұқа, бірақ качествосы жақсы екен. Білмеймін қандай екен, мен емес точно. Сол үшін мен қойып тастайын ар жаққа. Мынау не қылған зат екен. Қатты зат екен бұл. Көрейікші. Опа! Мінекей. Мындай бір затты шықты. Бұл деген бізде скакалка ғой, скакалка. Мінекей сымы бар. Сымынан бөлік үйде енді айналысатын болсаң, мынандай жасайсың. Осылай жасайсың енді. И бүйтіп айналдырған кезде былай бос айналдырмас үшін мына жерде мінекей несі бар, санап тұр. Ноль. Қарасаңыз 0 деп тұрған шығар. Қазір қара. 1. Бүйтіп 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей 5 санап берді. Рахат санап отырмайсың. Сөйтіп осылай екеуін алып аласың да, екі жақтан хоп
чтобы енді үйде сәкі бар, көршілер бар, тартыс етіп барын етпес үшін. Бірақ ол шым скакалкаға бәрі жетпейтінін білеміз ғой. Сондықтан мінекей мындай сымы бар, ішінде тросы бар, ал сырты киім жаятын сияқты ғой, былай айтқанда. По-простому. Мынау как раз біреуге ұшып кетіп барып тисе деген мындай резиновый екен, мына жер бүйтіп бүгіледі. Енді бұл ауыр емес, мынау ауырлығын, мынаның салмағын өлшеп бере аламын даже мен, наверное. Сіздер үшін арнайы так. Екі 242 грамм. 241, 240 дейік, жарайды. 240 делік. Қатты ауыр емес, бірақ та бұлай айналдырған кезде сезіледі. Өзіңіз алып кішкентай жеңіл нәрсені бүйтіп айналдырған кезде мына кәдімгі сезіледі. 240 деп, сондықтан айтпай-ақ қояйық. Если что. Мынау деген, бұл деген, бұл джинсовка. Білмеймін осындай. Мынау точно маған емес, мынау джинсовка. Мен білмеймін. Масқара здоровый екен. Размері, походу, не то болып кетті ма. Мынау деген. Білмеймін. Жарайды. Без комментариев. Біреудің киімі ғой. Киетін. Сондықтан үндемеймін. Мен өзім осы көріп отырмын да, сіздермен бірге. Не зат екенін, қандай зат екенін білмеймін. Ал мынау баланың заты, ал мынау сықыр-сықыр етіп. Осындай кезде аша алмай қалам бар. Баланың зат дегенде мынау деген. Мұндай нәрсе ғой типа. Әйелінің заты ау деймін паха. Мынау орамалдар ғой, орамалдар. Біреуі. Орамал дегенде, мынау заттардың ішінде мен былтыр заказ берген заттар бар. Былтыр қыстың күні заказ беріп, мінекей 1 жылдан кейін келіп отыр ғой. Өйткені мен заказ беріп қойдым. Сосын оны енді бір жола бірақ төлейін, бірақ барайын деп сол жата берді. И қала берді ғой. Мынау не екен бұл? Хопа. Вот мынау мінекей нормальный аяқ киім. Мінекей. Енді Қытайдың иісі шығуын шығады, бірақ мынау мінекей натуральный. Мана екі не болды ғой, оларда мына жүндер натуральный емес. Ал мынау натуральный. Бірақ мынау что-то мен ағама кететін сияқты. Жарайды. Өйткені мынау дәу. Міне қазір дәп-дәл болып тұр, бірақ мына басында мынандай бар екен ғой. Жарайды. Нұрлан, саған бір сәлем. Жарайды. Жақсы болып қалды оғанда.
Так. Апа. Қысқыға енді ана жақсы. Вот, мынау мінекей. Тамаша. Нәрсе. Бұны жайыққа кейін соңынан қалдырайыншы. Прям күшті нәрсе, да? Өзім соны прям күтіп едім негізі. 2 жыл іздедім ғой, бірақ та қазір білмеймін, көңілімнен шыға ма, шықпай ма, ол қалай болады деген сияқты. Мынау не? Мен мұны мұтта кеттім ғой. Бұны мен айтайын ба қай кезде. Тоже былтыр бергем ғой. Өзімше бұл деген былай. Мысалы. Мұнда 2 түрлісі бар. Астында кигізімен бар. И жай бұндай бар. Например, мұндай орындықты алып. Былай. Кигізіп қою үшін ғой. Мынаған келмейді енді. Сосын. Бүйтіп. Сол кезде. Атап бұлай. Шамал екен ғой тақылдаған. Егер кімнің мұндай сакс ламинаттарға сондайға арналған ғой. Мен өзімше солай сатып алғам ғой. Онда өлмейді. Бұл жерде стюлге арналған бар, бірақ білмеймін, біздің стюлдің аяқтары мынандай здоровый. Мынау кішкентай. Может, созылар. Көңілімнен шықпай қалды, ойлаған размерім болмады шығар. Бұл жөн. Вот, мынау затты бар ғой. Көрмеген шығарсыздар. Ауылға қолданылатын зат деп ойлаймын өзім. Жоқ, бұл деген сол былтырғы заказ ғой. Бұл деген әйеліммен как заказ беріп берген ғой сол кезде. Мен жазға келер деп, жазға деп ойлағам ғой. Жазғайдан қайтадан келесі қысқа келдік қой біз. Сол кезде жазда білмеймін, қол тимеді ма, не болған. Мұндай орамалдар ғой. Мұндай орамал тағам деп жүрген кезде алып берген. Ой, бірақ та қайдан ол? Қалды. Яғни мына жерде осындай түрлі түсті. Әдемі. Күшті. Так, енді бізде шамал ғана зат қалды. Сәл шыдаңыздар. Қарап тұрыңыздар. Осы заттарды көрмеген енді. Әлі заттар жоқ қой, что-то көрмеген. Манағы бір паек болған шығар. Андай скакалка көрмеген шығарсыздар бәлкім. Мындай манағы ванна қоятын зубыны паста қойып тұратын сондай көрмеген шығарсыздар бәлкім. Егер енді көрмеген заттарыңыз болса, лайк басып кетіңіздер. Ал мынау деген сөмке ғой, сөмке. Обычные съемки. Түрі андай. Білмеймін, фотода басқаша сияқты чуть-чуть. Мына нелері жарылып кететін сияқты ғой андай. Ежет басқа түсеп жалғауға болады. Так, былай түріне қарасаң. Әдемі сияқты. Так, райт. Қазір
Вот мынау зат точно жаңа айтып аттым ғой. Ауылда қолданатын шығар. Бірақ та ауылда тұрғандардың өздері жоқ қой, заттың қайда мен сонда. Мынау не? Ой, ё-моё, бұл деген папук деген ғой. Папук деген заказ берген ғой баяғыда. Например, оның біреуін ашып көрсетейін. Мындай ғой. Әйтеуір осылай бүйтіп мындай магнитный бар ғой. Бүйтіп істеп отырады әйтеуір. Осындай нәрселер да. Әйтеуір ойыншық қой былай айтқанда. Неше түрлі видеоларда көргенмін да. Трюктар істейді, ата деймін, былай айналдырып ататын. Былай айналдырып, қолмен бүйтіп лақтырып қалады, былай салады. Бүйтіп қалады. Ой, лақтырады да, былай қағып алады. Көп бүйтіп айналдырып қояды. Сондай. Енді әдемі. Мәс жоғалтып алдым. Evet. Так. Мәссаған. Сонда мен анау затым қайда келмепті ғой. Evet, бұны көрсетейін. Осылай кейбір заттар жоқ болып кетуі де мүмкін сияқты. Evet, оны мен қараймын точно, қайсысын қалай заказ бердім. Жоқ болып кеткен тауарларымды. Мына не енді? Мына деген. Ассалаумағалейкум. Мынау мінекей. Мен соңғы заказым Қытайдан. Енді так көрсетіп жүрейін сіздерге. Бұл қысқы куртка. Куртка десе нағыз куртка. Іші жүн. Қателеспесем қойдікі. Мінекей осылай салып аласыздар да. Сәл былай. Сәл мынау жеңі қысқалау сезіп тұрмын. Бірақ өздеріңіз байқап тұрғандай, мына қыста шапка кимей осылай жүрсеңіздер ыстықтатады. Бірақ білмеймін, 30 градусқа ыстықтай қоймас. Былай кисе де әдемі. Былай алдын ашып тастап кисеңіздерді жарасады ғой. Бірақ егер мына жүн боламын деп ойласаңыздар, бұны алып тастауға болады жүнін. Ең бірінші оңай жерінен бастайық. Біз деген шешіп тастайсыз. Так, онда былай болып қалады. Бүйтіп жүресіздер. Шешкен кезде және де былай жүруге болады. Бірақ былай жүрген не үшін. Ал енді ары қаратай тағы да шеше беруге болады. Бүйтіп шешіп тастайсыз. Осылай.
және мына жеңінде хоп хоп жеңдеріндегі түймелерінен тоже ағытып тастау керек. Сол кезде осылай ылғи бір түйме шешілмей қалады. Сол кезде біз алып ыстық болып кетті. Тағы да мына капюшондарында бар түйме. Бірақ сіз бұны шеше бермейсіз ғой. Көктемде бір шешесіз. Сосын күзде тағасыз. Өйткені көктемде шешесіз дегенім өйткені сіз бұны ыстықта шешіп тастап былай жүре берсең сәл үстімді әрине жүн қылып тастады. Сәл кеңдеу болып қалған сияқты болып тұр. Киіп аласыз. Жүресіз. Әдемі жұқа. Былай салбырап жатыр десеңіз, мына тартып бекітіп жасаңыз болады. Сол кезде бұл салбырамайды. Аты адыраспанда бүйтіп жүруші еді ғой. Сол сияқты жүреді, мына жақта жүрмейді. Осылай болып тұрады. Дәптер размер. Мен әрине осы кейпімді айнада көрген жоқпын. Бірақ өзіме сезіліп тұрғаным жақсы. Мына жерден жел кірмес үшін бүйтіп байлап тастауға болады. Бұдан бөлек шешіп тастайық. Және де хопа деп алайық та мынаны бөлек кисек болады. Өйткені бұл өзі сырты мындай ғой материал. Өзін бөлек кие берсе болады. Замогы бірақ та теріс тұрады. Әр жағына қарап. Мұны тағуға болады бәрі. Тағып аласыз. Дұрыстап асықпай тақса болады. Бірақ бүйтіп кимейсіз енді. Олай кимесеңіз, бірақ былай киюге болады. Мінеки, осылай кисе да жылы. Қараңыздар, мынау андай флис сияқты ма, андай бір искусственный мех. Мынау менің білуімше мынау шын мехқа ұқсайды. Бір қойдың жүні ма, сондай бірдеңе. Мындай матаның ішіне матаға клейленген ба, түсініксіз. Кожа, асты кожа емес бұны. Бірақ мех натуральный. Бүйтіп алдың да кәдімгі замогымен, как положено, алып киіп аласың да жүресің. Только қалтасы жоқ екен. Андай нелерден сияқты. Солтүстік өңірлерінде мынау дәптерін, бірақ анамен киген кезде кішкене былай тарлау сияқты ма, сондай болып тұрады. Ай, дәл қараңыздар. Если что, вдруг заказ берем десеңіздер, айтыңыздар. Заказ жасап берем.
Білмеймін қанша шығатын, бір 30 мың маңайында шығатын шығар. Астана қаласынан, Петропавл қаласынан. Негізі айта беріңіздер, любой қаладан беріп жүремін ғой. Ал подписка, лайк ұмытпаңыздар. Ал жақсы, сау болыңыздар.